Бағанадан бері еңселі күрең есікке телміре қарап кіруге кезек күтіп отырған 10 шақты адамның ортасында мұғалім Нұржамал да бар еді. Онан басқаның бәрі кілең кексе тартқан ер адамдар, қызмет бабымен келген танымал жоғары лауазым иелері екені түр-тұрпаттарынан ақ көрініп тұр. Сөйте тұра ішке кіруге кезегі келген сәтте қай-қайсысы да сұсты күрең есіктің тұтқасын ұстамас бұрын әуелі саусақтарымен шашының жан-жағын сипалап, галстугын қозғап көріп, жағасын жөндеп, костюмнің түймесін салып дегендей сәл-пәл өзін-өзі ретке келтіріп барып табалдырғаттайды. Тіпті кейбіреулерінің жүзінде қобалжуда анық байқалады. Кілең сайдың тасындай осындай адамдардың ортасында жас қыз айналасын көзінің қиығымен ғана байқап, қысылып қымтырылып әзер шыдап отыр. Жып-жылтыр етіп сырланған жалпақ есіктің бетіндегі аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Волков Анатолий Петрович деп алтын түсті бояумен әшекелене жазылып, беті әйнекпен тысталған осы кеңседегі лауазым иесінің аты жөніне әлсін-әлсін жалтақтап қарай береді. Мұнда бекер келгенім-ай деген өкініште іштей мазалайды. Шығып кетпекші болып неше мәрте оқталса да орындыққа желінделіп қалғандай қозғала алмады. Енді бірде шыда, бақ, күте тұр, алған бетіңнен қайтпа деген еміс-еміс көлділең ойлар жас қыздың жігерін жани түскендей болады. Іштей өзегін өртеген ашу ызамен қоса тар бөлменің қапырық ауасы тынысын тарылта беріп еді. Абыр болғанда хатшы қыз желдеткішті ашқан соң сәл сергіп қалды. Бір жағынан бастыққа кіріп шығып жатқан, кіргелі күтіп отырған кексе еркектердің өзіне жалт-жұлт етіп ұрдала сұқтанып бір қарап өткендерінің өзі онсыз да ішкі жан дүйнесі әлем тапырақ күйде отырған қыздың жұлын жүйкесіне ине сұғып алғандай әсер етеді. Қызға қарай бере тұрақтай алмай әп-сәтте жалт беріп тайып кеткен көздердің өзінде неше түрлі сиқырлы сыр жатқан сезімтал қыз қалт жібермей байқап, іштей сезіп те отыр. Біреулер мына құрттай қыз бірінші хатшының алдында не қылғалы отыр екен дегендей менсіген сыңаймен қараса, енді біреулер әншейін мән-мағынасыз көзге ілмеген кейіппен бір шолып өте береді. Келесі біреулердің көзі дәл сол сәт өзінің кекселігін ұмытқандай, орта бойлы талдырмаш қыздың қарақаттай мөлдіреген қос жанарына, бидай өңді ақсарғыш жұқа жүзіне, шыт көйлекті болымсыз томбойта теуіп тұрған шағаланың топшысындай қос анарына, сәл-пәл жұмырланған теп-тегіс мықындарына, балықтай жұмыр сұрғылт балтырларына дейін түгін қалдырмай әп-сәтте сұқтана тінтіп үлгереді. Нұржамалдың өңменнен өтетін де осындай сумақы аш көздер. Кезек күткен осыншама еркектердің ішінде өзінен басқа бір әйел жынысты болса ғой. Ол шыдамы таусылып жан-жағына жалтақтай қарап, тіпті шығып та кетпекші болып қипақтай беріп еді. Оның осынау дегбірсізденген жайын байқаған хатшы қыз: «Отыра тұрсаңшы, таяп қалды ғой, мына кісілерден кейін», деді жылы жүзбен жымия қарап. Сол сәт қарсы қабырғадағы қоңырау сылдыр ете түсіп еді. Хатшы қыз атып тұрып, лып етіп бастыққа қарай кіріп кетті де іле-шала бір уыс қағазды ұстай қайта шықты. Орнына отыра сала телефон тұтқасын көтеріп әлдебіреулерге байланысқа шықты. «Сізді түстен кейін сағат 4-ке бірінші хатшы шақырады». «Иә, 4-ке» деп кеседіп қайталады да онан кейін де бірнеше адаммен осылай сөйлесті. Енді жаңағы қағаздарды бет-бетімен ыңғайлап дөңгелек мөр баса бастаған сол еді. Телефон шылдыр ете қалды. Бірінші хатшының қабылдау бөлмесі деді де желіні жылдам-жылдам бастыққа қарай қосып: «Анатолий Петрович, сізбен оқу бөлімінің бастығы сөйлескісі келеді» деп тұтқаны қоя салды. Нұржамал елең етіп хатшы қызға қарады. Ол кісі қайдан телефон шалып тұр екен деді біле тұра. Неге осылай сұрай салған өзі де аңғарған жоқ. Әйтеуір сүйей салды сауал. Өйткені ол осында келмес бұрын әуелі аудандық оқу бөлімінің есігін тартқан. Ондағылар бастық бүгін болмайды, қалаға кетті деген соң өзін-өзі тоқтата алмай тура осылай тартқанды.
бұрын соңды басып көрмеген мұндай кеңсеге албады адам батып беттемейтін айбарлы кеңсеге ет қозумен қалай келіп қалған өзі де білмей енді міне жіпсіз байланып кірген шыққанын көз құртына айналып отырғаны. Қалаға таңертең кетіпті, сөйлесетін шұғыл шаруасы болған шығар деген хатшы қыздың жауабына мән берген жоқ. Бағана ғана мектеп ауласында аласұрып көкке шапшыған қызыл жалын тағы да көз алдына елестеп жүрегі шымырлай жөнелді. Оны осында өмірі ашпаған есіктің алдына жәудіретіп қойған да осы оқиға еді. Ол бүгін таңертең ұйқысы қанып сергек тұрған болатын. Далаға шығып таңғы тұнық ауамен кең тыныстап жан-жағына болжап тұрғанда мектеп маңынан көкке шапшыған көк түтін көзіне шалынды. Маңайдағы қоқыс бірдемелерді өртеп жатқан шығар деп ойлаған ол бір сәт көз айырмай қарап қалған. Нұржамал үшін бұл мектеп өзінің нағыз алтын ұясындай ыстық, жанына жақын сезілетін. Әрбір таңертең сыртқы есіктен ішке қарай табалдырық аттай бере алдынан жып-жылы бір леп есіп тұрғандай болып ерекше жайлы сезімге бөленетін. Осында тапжылмай 10 жыл толық орта білім алды. Онан кейін педагогикалық институтты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығымен бітірген соң да дәм-тұзы осында тартты. Сөйтіп өзі ұшқан алтын ұясына айналып келіп ұстаздық еткен 2-ші жылының жазғы демалысында жатқан кездің. Мектептің бір жері өртеніп жатпасын әлі деген үрейлі ой кенет сап ете қалып, алды-артына қарамай жүгіре жеткен. Артқы есіктен кіріп шығып, ерсіл-қарсылы шұбырған 3-4 кісі қап-қап кітаптарды көтеріп әкеп, үсті-үстіне үйіп-төгіп өртеп жатыр екен. Әйтеуір мектеп өрттен аман екен ғой деп көңілі орныққан ол сәл кідіріп, аптығын басып жақындап келген. Қалың жұқа, қорыс қопа кітаптармен қоса мұқабалары, түрлі түсті журналдар, газеттер де қу жаңқадай сырылдап лапылдап жанып жатыр. Шет-шетіне сырғып түскен бірер кітаптарды ұзын сапты ашамен от ортасына қарай ысырып салып жүрген мектеп күзетшісі. Кеңесбай Нұржамалды көре сап ашаға сүйеніп тұра қалды да, ертелетіп не қып жүрсің деді қыз бетіне таңырқай қарап. Өрт шығып жатыр ма деп қорқып едім. Құдай сақтасын, ондай пәледен аманбыз. Ендігі бар пәле қала осыларда тұрғандай жағып жоғалтыңдар деп күнде-күнде құлақ етті жейді. Сосын бүгін жел жоқ, күн тымырсық екен. Нұржамал енді ғана анық байқады. Көре сала ілгері ұмтылып, отқа түсіп кетуге дәс қалған. Қызыл өртке оранғандардың бәрі қазақ тіліндегі оқулықтар, әдеби кітаптар мен түрлі газет, журналдар екен. Ол оттың шет жағында жартылай жанып жатқан бірнешеуінің мұқабасына көз жүгіртіп, шолып та үлгерді. Ана тілі, қазақ әдебиетінің хрестоматиясы, Абай Құнанбаев, Бейімбет, қазақ ертегілері, тағысын тағы қорыс қопа күйген қоқыстың қара қошқыл ыстық түтіні қолқаны атады. Ашыған көзден жас барлап, қақалып шашалып, еріксіз кері бұрыла берді. Нұржамал үшін енді бәрі де белгілі болды. Оттың шетіне қарай сырғып түскен қоңыр түсті Абайдың өлеңдер жинағын жұлып алды да, түп жағының бір шеті шала жанған күйесін жерге сүйкеп қазартқан болды. Сөйтті де байыз таппай тура мектеп директорының үйіне қарай тартты. Жүрегі алқымына тығылғандай алқынып жүгіре басып келеді. Жол жөнекей, кітаптың орта тұсын ашып бір шолып өткенде, қалың елім, қазағым, қайран жұртым деген жолдар көзіне шалынды. Өлеңді әрі қарай жалғастырып оқыған да жоқ, жатқа біліп тұр әрине. Тіпті оқуға құлқы да болмады. Ұлы ақынның осы бір жалғыз ауыз сөзі жас қыздың жан жүрегін онан бетер жұлым-жұлым қылып санасында сан мәрте қайталап тұрып алды. Өрт жалғандай күйіп жанған жүректің ашы запыраны екі көзден ып-ыстық жас болып парлай жөнелді. Ол үйге кіреберіс босағаны әдеппен тықылдатып, сәл шегіне бере шықыр етіп айқара ашылған есіктің арғы жағынан іздеп келген директоры көлбіреген сарала көйлек киген қомақты тұлғасы да көрінген. Нұржамалдың жүзіне таңырқай қарады. Ішке кір деген ишарат білдірмеді. Өзі табалдырықтан сыртқа қарай лып етіп аттап есікті тарта жауып қойды. «Иә, тыңдап тұрмын» деді ұйқыдан жаңа оянғандай сүлесоқ. «Қайырлы таң,
Анна Ивановна. Мен кешіріңіз, мектепте кітаптарды өртеп жатқан нес? Түсінбеймін тіпті. Кітаптар дейсің бе деп әп-сәтте түнеріп сала берді. Саған оның неменесі түсініксіз? Бұдан былай еш қажеті болмайтын оқулықтарды бет алды жер алдырып абырсытып қойғанша тазартқанды тұрған не бар, соны да түсінбей тұрсың ба? Жарайды Анна Ивановна, оқулықтар керексіз-ақ болсын. Ал мына Абай шығармалары секілді. Абай? Кім екен ол? Пушкин бекен? Маяковский мекен? Әуелі сен осыларды оқып түсінгенің өзіңе пайдалы болар еді. Сен қыз Хрущевтің қазақтар орыс тілін қаншалықты тез меңгерсе, коммунизмге соншалықты тез жетеді деген сөзін естен шығарып жіберген екенсің. Жетер енді, бара бер. Сенімен салғыласып тұрар жайым жоқ деп ішке қарай жалт беріп, есікті тарс еткізіп жауып алған. Нұржамалдың бетін қайтарып саған сұндыру үшін оның дауылды күнгі қара бұлттай түнеріп, бұлқан-талқан зілденгені жас қыздың жүрегін тіліп өткендей күйге түсірген еді. Не істеу керек, Көздері мөлтілдеп, қос тізесі дірілдеп біраз тұрды да, сәл өзіне өз келген соң кері қайтқан болатын. Ол қаншама сарыла күтсе де, кірер-кірмесін білмей, әлі іште екіұдай ойда отыр. Бірінші хатшыда ашуланып қуып шықса қайтемін деген ой келгенде тұла бойын үрей билейді де дереу шығып кетпекші болады. Әйткенмен іле-шала ол райынан лезде қайдады. Осылай әрі-сәрі күйде отырғанда кезегіде келді-ау әйтеуір. Екі қабат үлкен есіктің ішкісін ашып, табалдырықтан аттай бере жүрегі лүпілдеп қоя берді. Есігімен төре ат жаптырымдай кең сенің ішкі көрінісі әу бастан-ақ жас қыздың үрейін ала жөнелді. Жалпақ еденді жаппай алып жатқан бұлпылдақ төкті сарала түсті кілем, беті жып-жылтыр ұзыншақ мәжіліс столының екі жағында қаз-қатар тізілген жұмсақ орындықтар, оң жақ босағадағы әйнекті кітап сөресі, терезе жақтағы ұзын қабырғаны тұтастай жапқан түрлі түсті гүл бедерлі қос қабат көлбіреген перде бәрі көздің жауын алады. Төрт жақ қабырғаның орта тұсында төбесі жалтырап күлімдей қараған Хрущевтің етектей суреті ілулі тұр. Нұржамал әбсетте ертегі әлеміне еніп кеткендей болып, осындай ортаға өзін қораш сезінгендей жабырқай қалды. Сонда да сүйекке қарысып, өзіне өзі жігер беріп, жылжи ұзыншақ мәжіліс столының орта тұсына таяй бергенде төрдегі абажадай жалпақ стол артында отырған еңгезердей еркек қоңқиған мұрнының қырына тіреп қойған көзілдірігінің үстінен сүзе қарап тұқырая қалды. Өз қабылдауына бұрын-соңды бұндай олжыған жастың алғаш рет келгеніне ол таңырқай қарап көзілдірігін жұлып алды да, иә деп тыңдап тұрмын дегендей ишарат білдірді. Отыр демеді. Қыз қасындағы орындықтың арқалығына сол қолын тіреп қалшиып тұр. Неден бастап қалай жалғастырып айтсам екен деп ойлап үлгіргенше бастық екінші мәрте сүлесоқ иә деді де көзілдірігін қайта саласап алдындағы қағазға шұқшия қарады. Онысы айта бер, құлағым сенде деген ишарат еді. Нұржамал тамағын қырнап қипақтай тұрып әйтеуір айтар ойын жеткізген болды. Оны тұнжырай отырып үн-түнсіз тыңдаған бастық стол жақтауындағы қара түймешені басып қалып еді. Іле-шала хатшы қыз елпілдеп кіріп келді. Мектеп директорын тауып алып маған қарай қайта қос деді бұйыра. Көп кешікпей-ақ сол жағындағы арнайы сөреде тұрған қос қара телефонның біреуі безілдей жөнелген. Ол тұтқаны 2-3 қоңыраудан кейін барып байыппен көтеріп құлағына тосты. Анна Ивановна деп әйел даусын ести сала жүзі жылып сала берді. Қалың қалай? Демалыстасың ғой. Курортқа бармайсың ба? Отағасы үйде ме? Ол енді бір сәт бір қыдыру үнсіз тыңдап отырды. Телефондағы әйел дауысы ем-сем сесіліп тұр, бірақ не айтып жатқаны ұғынықсыз. Бастықтың жүзі бастапқыдай емес, байсалды қалыпқа түсіп,
түксиіп ойлана қалған. Әңгіме ауаны енді басқа бір арнаға ауысқан сыңайлы. Әйтеуір сөз ләмдері табысып, үйлесіп қалғаны көрініп тұр. Нұржамал қасындағы орындыққа отыруға бірнеше рет оқталса да отырмады. Бет алды кірген екенмін деп өкініп намыстана қалған. Жарайды, Анна Ивановна, бәрі де түсінікті. Иә, тағы да хабарласарсың. Ендігі бір мәселе. Осында сенің бір мұғалімің келіп отыр. Қазақ тіліндегі оқулықтар дей ме? Әйтеуір өзіңе аздап өкпесі бар секілді. Жас қой, солай. Өзің түсіндірерсің. Жақсы, сау бол. Ол тұтқаны шарқ еткізіп қоя салды да алдындағы қағазға үңіле отырып, жарайды, бара бер, директорыңа бар деді. Сол-ақ екен. Нұржамал жалт бұрылып мендік кеулеген кеңседен ұтып шықты. Астыңғы қабатқа дейін жүгіре түсіп кеткенін өзі де білмей қалған қыздың жан дүниесі алай-дүлей, іштегі шерін тарқата алмай құса болды. Оның өрт шалған жүрегінің қыжылы қызыл тілден сөз болып ақтарыла алмай булықты. Есесіне қос жанардан ыстық жас болып ағыл-тегіл моншақтады. Уақыт жыландай жылжып әне-міне дегенше қоңыр күзде келіп жетті. Нұржамал аудандық автобекетке автобус жүруден 1 сағаттай бұрын келіп алған. Тезірек кетуге, тіпті ұзап кетуге асықты. Айналасындағылардың бәрінен безгісі келді, қарасын батырғысы келді. Бет алған ауылы Аршалға тақпыр туып өскен жеріндей тез жетуге асықты. Ол осы ауылды бұрыннан бері білетін. 3-ші курстағы жылы сондағы мектепте практикадан өткенді. Аудан орталығынан 150 шақырым қашықта жатқан шағын ауыл болатын. Қыста алғашқы қар түсе салысымен жол қатынасы жабылып қалады екен. Телефон байланысы өмірі болып көрмепті. Көктем шыға қар еріп жер құрғай бастаған кезде ауданнан аптасына 1 рет автобус қатынайды. Ол осындай шалғай ауылға еріксіз айдалып келе жатса да, іштей тыныш өмір сүрермін деген үкілі үмітте бар еді. Анандайдан ауылдың ағараңдаған сұлбасы көріне бере, күні бойы ойпыл-тойпыл жүрістен жол соқты болып, қажыған қыздың ойы тағы да сан-саққа жүгірді. Мен жайлы мәлімет бұл жерге өзімнен бұрын жетіп те қойған шығар. Әйтеуір бұл ауылда да мені ұлтшылдығы үшін жер аударылып келген қыз демесе екен. Баса көктеп 1-ші хатшыға дейін барып, бүкіл ұстаздар қауымының ат абыройына қара күйе жаққан қадірсіз қыз демесе екен. Бұл ауылда да ұлы кеңес халықтарына ортақ бір ғана тіл, ортақ бір мүдде дегенді жете түсінбеген саяси сауатсыз қыз деп келемеж демесе екен. Бұл ауылдағы жігіттер де ұлтшыл қызға жоласақ басымыз бәлеге қалады деп үрке қарамас екен. Ол автобустан түсе сала осы уақытта мектепке күзетшіден басқа ешкімнің жоғын біле тұра сумкасын көтеріп тура солай тартты.